Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын іске асыру мақсатында Алматы облысы Қарасай ауданында Батыр бабалар мемориалы ашылды. Бұл облыс үшін ғана емес, барша қазақ ел үшін маңызды оқиға. Өйткені бұл мемориалда сонау сақ дәуірінен бастап тәуелсіздікке дейінгі ел тарихы туралы экспозиция құрылған. Толығырақ тілші материалында. Президент мақаласына сәйкес Алматы облысы Қарасай ауданында бой көтерген мемориалда ел тарихында есімдері мәңгі сақталған хандар мен билердің, баһадүр батырларымыздың ерлігін насихаттайтын құнды дүниелері, тарихи деректер мен портреттік галереялар сыр шертеді. Мұражайдың ашылуына облыс және аудан басшылары, қоғам және мемлекет қайраткерлері, сондай-ақ жергілікті тұрғындар қатысты. Мына жерге енді қаншама адам келіп тағзым жасайды. Оқушылар келеді. Мынау жас шаңырақ көтеріп отқан, бұлай өзінің тарихын білем деген адамдар келеді. Шетелден қонақтар келсе, біз қазақ кім екен, қандай жеріміз болған, қандай еліміз болған, қандай біздің тарихымыз болған, соны біліп кетеді. Мемориалдың ішкі көркемдік безендірілуі, тарихи жәдігерлерді ерекше орналастыруы, экспозициямен танысу барысында ұмытылмастай әсер қалдырады. Сақ дәуірінен бастап тәуелсіздікке дейінгі тарихымыз кезең-кезеңімен суреттеліп, арнайы орнатылған электрондық қондырғылар арқылы бейнефильмдерді де тамашалауға болады. Мынау негізгінен есіме төрт құлақ береді ғой, біз жерлеу рәсімінде қазақтың төрт құлақ деген не, соны біз ашып жібердік та, мінекей орта бойынша соған жаңағы беріліп тұр. Хандар, билер, негізгі идеямыз сондай болды. Жобаның салынуына облыс әкімшілігінен бөлек жеке кәсіпкерлер де демеушілік жасап, құрылыс жұмыстарына барлығы 465 миллион теңге қаржы жұмсалған. Артына өшпесіз қалдырған батыр бабаларымыздың есімдері ұлтына уран болып, мәңгі жасай бергей. Жандос Айтбайұлы, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.